Жан-жан. Весь приходит сказка, снег как чистый лист, в разноцветных красках искупалась кисть. Сами начинают руки рисовать. Олай болса тамашалайық, ауылда баланы осылай жұбататын жеңгелеріміз болады. Құдай-ай, жыламасың, жап-жауызды. Аш-жауыз неге жылайсың? Еңіреме. Аш-жауыз. Не болды, жесін күнді ма? Балабақшада болған жағдай, ендеше тамашалайық. Міне, Аяна екеуміз күнде ойнаймыз, бірге тұрамыз, садикке бірге келеміз, тамағымызды бірге ішеміз, болашақта үйленеміз, тойымызды жасаймыз, солай ма? Тоқтар, сен ең алдымен сүндет тойыңды жасап алшы. Қазір TikTok'та көп отырамыз. Олай болса, елестетейік, 2046 жыл TikTok жындыханасы. Ал досым, жындыханамызға да жетіп қалдық. Қош келдің. Бұл қуатын рахым. Ира, қайда? Не стоп қуайыңыз, білгілі рахмет. Бұл тиктокерлер палатасы. Бұл вайнерлер палатасы. Бәріне сәлем достар, бүгін мен аккаунтта 2 подписчик болды, сізге арнап гифт ойнатамын. Мамыр, білгені істеп жатыр. Жігіттер, қамаңдар! Олай болса, тамашалайық, ерлі зайыптылар арасындағы махаббат. Аслан такой красавчик. Ой, көрсетші ғаны, мен де красавчикпін ғой. Сен қай жеріне қарайды дейсің? Мен көшеде кетіп бара жатқанды бүкіл қыздар маған көздерін қысады. Тоқтар, егер саған қыздар көзін қысса, сен бір жеріңді қыс. Қыздар, 1 минут бола ма? Аяна, міне, ойынның соңына да келіп қалдық. Сен маған ұнайсың. Екеуміздің махаббатымыз мына Инстаграмдағы рилстан да ұзақ болғанын қалайым. Менің сезімімді қабылдайсың ба? Жоқ, Тоқтар, жоқ. Ақжан, сен маған ұнайсың. Екеуміздің махаббатымыз мына TikTok'тағы 5 минуттық емес, 10 минуттық видеосымен ұзақ болғанын қалайым. Менің сезімімді қабылдайсың ба? Кетші бар. Сүйген, көрермендерге деген махаббатымыз кез келген сериалдан ұзақ және мәндірек. Сіздермен болған MG, Мағжан жастары. Бергенде, екеуміз топ тізімдерден қарай жалғастырамыз. Ортада Теміртау қаласы, Ақтау кенті, Energy командасы. Қазалыңыздар. Energy командасы, Ақтау кенті.
жігіттері арыстан оңтүстік солтүстік шығыс батыстан ақылды білімді данышпан көктем желбірек көр дейді алыстан Алталаштың ұрпағы Ақтаудан келді. Ассалаумағалейкум. Жігіттер, қыздар, бүгін маңызды ойын. Қателік жіберуге болмайды. Мына Мартбек Тоқмырза ағамыздың фестивалі. Мынау кім? Мен қашан шығам? Сен бізде ойнайсың ба? Басың істей ма? Қарағандыға маңызды ойында не істеушісіңдер? Мынаған қара. Қанша адам севет? Мына LD экранды қара, мынандай бізде жоқ қой. Мына жүргізушіні қара, мынандай бізде жоқ қой. Мыналардың бастары істей ма? істемейтін секілді осыл Жоқ, мыналардың бастары істей ма дейм. құлағың естімей ма? жаңа ғана айттым ғой. Зәтнауи. Разан сабыр. Зәтнауи. Сабыр. Мұнды келдім екен. Мұнды келді. Жаныңның барында мұнды кел. Не істеп атсың да? Не қуып бүттің десеңдер? Біз Маңғыстау жақтағы Ақтаудан емес, мына тұрған Ақтау кентінен келдік қой. Пазор, не үшін айттың? Ана ұшақ бүркіті бар Ақтау ма? Анау бір-ақ шошасы бар Ақтау ма? Бекер айтты. Бекер. Ана бір-ақ фонтаны бар, еще арасында ғана жұмыс істейтін ба? Сека. Ана Ақтау ма? Бір-ақ цемент заводы бар. Дегендер қамын, жегендер адам, жүргендер танымлысын қайнаған. Достар, мезеттігім. Бұл 1907 болды. Ендеше энергиясы тасыған энерджи құрамасы біз бастаймыз. Және көреміз, Кавказ еліне көшіп келген бала бақшада бітіру кешінде. Шагающие котятки, похожи на котятки, похожи на котятки, зря не знать. Можно просто попасть, и пуститься в дальний путь, кричат прятки, из перевода продолжать. Сонымен көреміз, машинада арқасы қолдатын жігіттер. Досым, деуің бет мынау. Бір қазақтың арқаны қоздыратын әніне жіберсейші. Қостым оны. Hayda! Hey! Ойбай, досым. Болмаса орысшадан тыңдай береміз ба? Орысшадан өтіш. Машинаның моторын есейміз. Бүркіт мотор, хабарласыңдар. Қазақстан бойынша жеткізілді. Сонымен тамашалаймыз, бейіш киносы біздің нұсқада. Қалай болады екен? Әділ, мына қалың суды қайда апарасың? Ауылға апарам. Өй, қайдасың ол суларды? Міне, саған ұшаққа билет, эконом-класспен бара қойшы. Жоқ, мен жай барам. Тек тоқтаған ба, нау? Жай билет алып берем деп. Сонымен тамашалаймыз, Африкадағы футбол чемпионатының жеңімпаздары. Сонымен көреміз, әкімді осылай сайлайтын болса қалай болады екен? Егер маған дауыс беретін болсаңыздар, мен сіздерге су жүргізіп берем. Ал маған дауыс беретін болсаңдар, сендерге ыстық су жүргізіп берем. Егер маған дауыс беретін болсаңыздар, ыстық судың үстіне жол салып берем. Егер маған дауыс беретін болсаңыздар, әр қайсыларға бір-бір коуэттен берем. Сіздермен бірге болған, энергетик ішпесе де энергиясы тасыған энерджи құрамасы. Рахмет, Қарағанды!
Бәрекелді энергия құрамасы өте тамаша. Біздермен қарай жалғастырайық. Ортада Бұқар Жырау ауданы Қызыл Қайын ауылы ойнап айтам командасы. Құрмет қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар. Love is talking. Hayırlı kırmetli konaklar. Aldarınızda biz Oynab aytan komandası. Команданың түгенде болай. Ұртас. Бар. Мәлік. Бар. Ардақ. Сұран кеткен. Асқар. 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 Не болды? Галстук су шыға берші. Менкін таға сал. Нервімді құртпаш. Ешек. Рахмет. Асқар, бүгін қандай күн? Бірінші зәуір әзілкеш. Не үшін жиналдық? Мартбек Тоқмырза атындағы әзілкешке қош келдіңіздер. Команда капитаны кім? Мен. Атың кім? Сестренка. Атың кім қойдым? Сестра. Сен менімен ойнайын деп тұрсың ба? Олай болса, біз бастаймыз. Тамашалаймыз Изидің Найчуан тобынан кеткеннен кейінгі әні. Хан сарайы біреу бар, ол хан жарай. Әкем жүрген еркекше, мен де жүрем дәл солай. Еркек туар еркектен, заң солай. Қазақ хандығында хабаршы әйел адам болса. Ханем, ой, бай, ханем, ой, трупый, ханем. Жау шапты, жау. Красавчик жігіттер! Тамашалаймыз, жасыра жоқ. Қазіргі таңда көп адамдар боқтасып жатады. Ал ауылдың боқтасуы мүлде бөлек. Өзінің қарым-қатынасымен өте жақсы қарым-қатынастағы келін. Привет, Кося. Привет, Шмағали. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бәрекелді, рахмет. Біздермен қарай жалғастырамыз. Мағжан Жұмабаев атындағы гимназияның екінші командасы Таң қалмаңыз командасы. Қарсы алыңыздар.
Таңғалдыруға келген таңғалмас құрамасы. Сәлемет. Негізі бар ғой, осы өз қаламызда ойнаған жақсы екен ғой. Қараған командасы болып, өмірі Қарағандыда ойнамағанбыз ғой. Тікелей Астанадан бастап қой. Жалпы бұл басқалар есен ағаны көруді армандап жүрсе. Біз дейді Еркебұлан ағаны живой көрді армандадық қой. Ассалаумағалейкум. Еркотик демекші, қазір организатор дейді ма сізді? Еркотик дегеніне папамен жасадым ғой. Папа демекші сізді организатор дейді ғой. Тоқташ. Кім? Не кім? Бір нәрсені шығып тұршы, сез тұрсыңдар ма? Не болды мына жердің бәрін сынасты ба? И вообще достық үйінің заты сенен қатаң естіп жүр. Қыздар ұлдар байқадыңдар ма? Еркебұлан ағаның жанында тұрғанда прям жарық қой. Құмаш, қазір уақыт ауысуға күн ертеде атады емес па? Мұнда андым қатысы жоқ қой. Қыздар ұлдар тоқтайтыңдаршы. Біраз сен ұмытып кеткен сияқтымыз, бірақ не үшін келгенімізді ұмытпайық. Я, біз жеңу үшін келдік. Кәне сценарийда шөзі қай жерге келіп қалдық? Так, биді биледік. Биледік. Еркотик дедік. Духиді септік. Команданы таныстыруға келдік. Ол осыдан бастау керек еді ғой. Біз андай командамыз ғой. Біз ойнаған кезде көрермендер шапалақ жасалды. Ойынға бір қалғанда сценарийді өзгерте салатын. Басқа қалаға барғанда заттар бұзды болып кетеді. Түнгі сағат 2-де дайындалатын. Оған да тоқтырса кете бұралыстар Жиги, бұқарма кеттік, жиги. Үй шамын ба? Аман, сен кіші. Я, ана алдында сестрам босанған. Бауы берік болсын. Рахмет. Ана алдында тыжып жазамыз деп едіңдер ғой, не істедіңдер соны? Жаздық сол әзер көшіріп. Әй, не істеп тұрсыңдар? Қосға шық бол. Ят емес пе, жалпы? Балныр бауы берік болсын. Ендеше жастық бағышын таңғалмаңыз Таңғалмаңыздар, 1346 жылы адамдар жүгірі білмеген кез. Ей, тоқта, телефонға кел. Олай болса, елесетіп көрейік, 8 наурызда ер мұғалімді құттықтап қойса. Санчок дұрыстап жүргірші, неменен алар? Ағай, мен тегізбедім. Гүлге болсын. Сен әбен дастан емессің бе? Сен сонда мен мазақ қып тұрсың ба? Жоқ. Қып тұрсың ғой, Ну, істеп тұр, бергел бер. Олай болса, тамашалайық, ырымға қатысынетін балалар. Короче, білесің ба? Кеше балалармен футбол ойнап барғанбыз ғой. Бір бала жүгіріп келе жатты да тасқа құлап, аяғына жеңге сындырып алады ғой. Қой, өзінен көрсетуге болмайды деп. Таңғалмаңыздар, сынып сағатында болған оқиғаның бірі. Я, балалар қалайсыңдар? Балалар жылқын баласы кім? Мен айтайшы. Құлын. Я, дұрыс айтасың. Ал қойдың баласы кім? Қозы. Я, дұрыс, молодец. Ал қояның баласы кім? Қояншық. Өзің қоян. Шық. Өзің қояншық. Қояның баласы көжек емес па? Мұтып тұрған нес? Сиырдың баласы кім? Бұзау. Я, дұрыс айтасың. Түйенің баласы боқа. Я, дұрыс. Ал иттің баласы кім? Мамам айтқандай, иттің баласы ол мен. Иттің баласы. Ойын соңында да келіп жеттік. Ойын соңның мектебіміздің МВП мұғалім бейімен айтамыз. Осылайша біз Мағжан Жұмабаев атындағы гимназияға алғыс айтамыз. Қалай? Рахмет, братандар. Рахмет, Мағжан атындағы гимназияға рахмет, қолдаушылармен бірге келген. Ендеше біз әрмен қарай жалғастырайық. Ортада Қарағанды темір жол колледжі Винни-Пухтар
командасы. Қарсы алыңыздар. Бар енді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Көріп отқандарыңыздай, біздің командада 2 ойыншы. Жігіттер, тоқалға туылда мені ұмыттыңдар ғой. Ой, кешіріңіздер, 2,5 ойыншы. Жігіттер, бізде бүгін өте маңызды ойын. Бүгін бізде Жұмиясын сенеге атты фестиваль. Бүгін бізге шектен шықпай, белде төмен әзір айтпау керек. Онда омырау туралы айтамыз. Алихан қуасың ба? Белде төмен емес қой енді. Алихан доғарт болды. Сен мені тоқтатқанша ғой. Тамағын тоқтатсайшы, қарның толып кетті ғой. Не шай отсыздар, кеттім мен. Қайда? Шем. Қуасың ба, Рамазан айы ғой? Сен арақ шем ба дедің ба? Енді не ішесің? Пива шем. Жігіттер, жиналайықшы. Бүгін концертті концерт, бүгін важный ойын ғой. Біз қазылар алқасына анауымыз керек бүгін. Ағзап қалағысын қыздады бады ғой, не іздеп атсыңдар? Кімді интервью бар, құрметті көрермендер? Жөн неге сұрадың? Қайтарайықшы. Жігіттер, жаңа Қазақстан жайлы айта кетейік. Жаңа Қазақстан су алып жатыр ғой. Енді біз жаңа Қазақстан емес, су жаңа Қазақстанбыз. Алдарыңызда бейін Ал енді әзілде. Бауырымның кроссовкені киіп кеткен ұры. Тамашалаймыз. Спанч Боптың үйінде. Енді су басты. Қашындар. Қорпаққаларға сорғалам! Біртүрлі өлетін адамдар бар ғой. Сонымен көреміз. Біртүрлі өлетін адам рекетир фильмде түссе. Алихан, это тебе отстоян. Сонымен көреміз. Барлық жерге кешіп келетін адам. Қандай адам еді? Жақсы. Қарыздар бар ма еді? Жоқ. Кешіріңіздер, кешіп қап болма, кешіріңіздер. Өзі ұстану мұғалім банк тануда. Стоп, қайта қалмай. Стоп. Сонымен көреміз, өзіне ұстану мұғалімі контролер болса. Құрметті көрермендер, құрметті жолаушылар. Карта билеттеріңізді дайындаңыздар. Жол ақысын төлеңіздер. Әрине контроль. Итерме
сіздердің алдарыңызда Табиған, мың рахмет айтамыз. Сіздердің алдарыңызда болған Винни-Пух командасы. Винни-Пух. Рахмет. Әлбәттә, қошеметтеп қойыңыздар, Винни-Пух командасы. Біз әрмен жалғастырайық. Жақсы есім, жақсы атау. Ағайын еркін құрамасы. Қарсылыңыздар. Жігіттер, хиджабтағы қыздың қанышы хиджама бола ма? Фискал құтты olsun Қарағанды! Жігіттер, мен ойымша Әділ Қазар алқасында отырған Заңғар ағамыздың Каспийдағы кредитный историясы жақсы сияқты. Жоқ, енді ол кісі тамада ғой, ақшаны жақсы табады. Ен атағымыз алып отырмын, мен атағымыз тамада ғой. Енді ол кісінің ставкасы төменді. Жігіттер, сағат неше болды? Сағат 5:30. Кеш болып кетті ғой, енді ертерек сұрамайсың ба? Жігіттер, кеше маған жан деп жүрген бір қыз бүгін басқа біреуге жан деп жүр. О, міне, қызды қырық жаны бар деген осы. Жігіттер, мынау мен Қарағанды мен кіндік қаным тамған жер ғой. Айтшы, сен Қарағандыда тудың ба не? Жоға, ол жақта мен пышақта кеттім. Көреміз достар, еврейлер отбасында. Болды сен көмегін қойдың. Көреміз достар, мейірімсіз тауық. Ал балалар, бүгін обедте жұмыртқа жейміз. Тамашалайық, кірпілер отбасында. Әркіш кіріп жатыр. Көреміз достар, біртүрлі отбасында. Алла, мама, мен келдім магазинға. Қызым, онда нан аласыш? Нан жоқ екен, мама, мен сізге бірдек айтым керек, мен аяғым ауыр. Қалай сонда нан жоқ? Қабылда өскен бала мектепте қазақ сектордың алдында. Нау не, қолым қап-қара, нау не, шашын бейт жүр, жылан жүр, ай шағы болды. Арсен, мен саған ренжіді ме? Неге? Білмеймін, ол жағын ойластырмадым мен. Сахрада болған ағайын, рахмет. Бәрекелді, рахмет, ағайын еркін құрамасы болатын. Біздермен қарай жалғастырайық. Келесі кезекте Теміртау қаласынан келген Рио еркін құрамасы. Жігіттер, Еркебұлан ағамыз ақшалай сыйлықтар беріп отыр ғой. Қойшы, ол бермейді бәрі. Жоқ, ол береді еще. Как береді ол? Бота қашан қайтам, бөтен еркек ақша беретсе алдан қалма деп саған. Қалай жағдай, Қарағанды! Неге қапылсың жігіттер, қыздар, жаңа бірінші апрель алдауын деп отыр ғой.
Сезіліп отыр ма? Сезіліп отыр ғой. Менің қызым алдап кетті ғой. Давай поставим точку, жүрмей-ақ қояйық дейді ғой маған, короче. Сөйтіп мен ойланып қаламын, шыны ұрып атып, 5 минуттан кейін, это пранк дейді ғой. Мақсат оған қоя берші. Кеше магазинге кірем. Темекке жарайды 21 сұраса түсінесің ғой. Колаға 23 сұрап тұр ғой. Тұрамды шындап, қалай сонда 23 десем? Это пранк дейді ғой. Сендер тым емес қой. Жаңа үйге барам ғой мен. Пап мамам тұрады, сені асырап алдық дейді. Қойшы 1 апрельді бұл итак шындық қой? Шындық жігіттер деймін да осы үкімет түсінбей-ақ қойдым. Бір тыйым салатын зат қалмағандай насыбайға тыйым салып тастапты да. Сонда айтамын да, көтеретін басқа нәрсе жоқ па? Мысалы, арақты көтерсе болады ғой, дұрыс па? Арақты үкіметтікі біз көтере алмай жоқ қой. Құрметті достар, біздің команданың жігіттері екі түрлі. Оны қалай түсіндірсем екен? Мысалы, мынау террорист болса, а мынау контртеррорист. Мысалы, мына жігіт клубника шоколаде болса, а мынау финики шоколаде. Мысалы, мына жігіт оразасындай құрмамен, сумен, тарап бауыр ашатын болса, а мына жігіт вообще су ішеді артынан одноразовый шегіп ашады ғой. Жігіттер, не қуып, не шайып кеттіңдер сендер? Ендеше чуңга музыка! Ал сонымен көрейік достар, Шыңғысхан ата-аналар жиналысында. Ана 2 оқитын балаңыз бар ғой, вообще тыңдамай. 4 оқитын балаңыз бар ғой, білмеймін қыздармен төбелесе ма. 6 оқитын балаңыз вообще темекі шегеді. 9 оқитын балаңыз. Қатын, осыны үйге барып айтсан да болады ме ғой? Ал сонымен көрейік достар, тойға ерте барып қойсаң, осындай жағдайлар міндетті түрде болады. Ассалаумағалейкум, құда. Осы ба? Қаңқа көтершіш кетіп. Ал сонымен көрейік достар, қонаққа барсақ міндетті түрде осындай апалар болады. Апа қолыңызды жіберіңіз келin. Бала, мен қолым жұп қойдым ғой. Ай, мақұл әке құт сені. Ал сонымен көрейік, ауылда болған жағдай. Ерлан! Ерлан! Жатып! Ерлан! Ақтөс? Ақтөс сен ма? Телефон көріп атқандайсың, телефонды өшір, ертең қой тезекке барамыз. Ал сонымен көрейік, өмірде бәрі керісінше болса қалай болады екен? Я имам аға, не сұрайсыз мақырге? Дайсын сұрайым. Көргенде құлап қалдым, бір көріп құлап қалдым, сиқырлы сезім әкелді, әлемнен жырақтадым, көргенде құлап қалдым. Құрметті достар, сөз соңында жай ғана темір толықтар. Рахмет, трио. Рахмет. Бәрекелді, әрмен қарай жалғастырайық. Келесі кезекті қыздар командасына берген жөн көріп тұр. Ендеше Тәттімбет атындағы өнер колледжі өзгеше еркін құрамасы. Қарсы алыңыздар. Кәмшат мен бар ғой, жігіт
жігіттерді аяп жүр. Жоғарыдағы ағалар казиноны жауып тастады, Анаразкаға запрет қойды, Насыбайға да запрет қойды. Таза ілетін зат қалмады ғой. Осы жігіттермен наравне болу үшін біз де бірденеге отказ берейік. Анау косметика, макияж дегенге отказ берсек. Жоқ, Анаразка, Насыбайларға біз де отказ берейік. Райка, жымиясың сен неге? Дайын емес ештеңе. Не дайындап келдің? Мен дайындап беріп, танец живота. Қоймашы, Райка, қазақтың инабатты ибалы қыз емессің ба? Танец живота билеп, одан да өлең айтпайсың ба? Жаным Еркотик жаным, котигім, бұл жаным. Бүгін жайдарман жасап жатсың ғой сен, бізде ойнап жатыр қой, қуаныш қой. Дұғанды тілеп жүрмін ғой, Еркотик ау. Мен сені жақсы көрем, Еркотик жан. Құмаш, Райка, әйел бала шығасы бар адаммен олай сөйлеспейді, тұрмын. Қой жон, әйел мен баласы бар ма? Иә? Жанымның жырақтама. Төлеген, Қылшыбек, Төлеген, Қылшыбек. Сымық. Төлеген, су шашпаш, итақта су басып жатыр. Ой, Жібек жан, кешір. Мен сол балалармен кс ойнап қайттым. Қойш, кс ойнадың ба не? Мираж бар, дар ма? Дас қой, дас. Бар. Қойш, қазақ бабаларымыз қашаннан бері орысша сөйлейтін оқыған? Жан, қазақта сөз бар ғой. Цени того мальчика, который играет КС, потому что у него есть две части, КС и ты. Дейді емес па? Ой, кімді көрдің? Ата-бабамыз кезінде бір орысша сөйлеген. Ондайы бар енді. Құрметті көрермендер, бүгінгі ойынға барлық команда ақша үшін келді. Біз өзгеше құрамасы ауызашарға дейін уақыт өткізу үшін келдік. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен өзгеше. Бәрекелді, қошеметтеріңіз болсын, өзгеше құрамасы. Ендеше біздермен қарай жалғастыра, келесі кезекте бізде Шет ауданы Ағадыр кенті Ағадыр құрамасы. Қарағанды облысы Шет ауданы Ағадыр кентінде тұратын 13 мың халықтың ішінде жалғыз мен. Жалғыз біз жайдарманды өте қатты жақсы көреміз. Құрметті достар, бәріңіз білетін шығарсыздар, Ағадырды су шайып кетті. Жігіттер, біз осы ойында шайып кетпейік. Кел шақырады! Жігіттер, Қазақстанда негізше заңдар шығып жатыр. Білмеймін қандай заңдар екен. Әне, дұрыс айтасың. Бір түкірген үшін 16 мың теңге штраф салады. Ал, байқамай боқтақ қалсаң 69 мың теңге штраф салады. Ал, Насыбай айтқан жүр, 96 мың теңге штраф салады. Оның штрафын 9 тілден десе. Жігіттер, бұл екі ұстаздың Инстаграмның парақшасын көрдіңдер ме? Неше түрлі нақыл сөздер жазады. Сол Қалыбек ұстаз бар ғой, мен Паханмен құрдас қой. Біздің Пахан сторисін көрсең, анау ішіп отқандағы фотосын салады, банядағы достарымен түскен фотоны салады. Еще олма, анау албасына руын сақып қояды ғой. Еще күйдіріп мейрам сайын анау Ағадырдың видеосы бар ғой, дронмен жүргізген. Соны сала береді ғой.
Асылжан ренжіме, мен сенің қызымен жүріп жүрмін. Қойш, мен Асылжанның қызымен киноға бардым ғой. Мен онымен құшақтасқам. Қумаңдар жігіттер, мен ол қыздың бетінен сүйгем. Жігіттер, менің қызым өзі аман ба? Аман саған сәлем айтып жатыр. Жігіттер, жюрида Заңғар ағамыз отыр. Ол біздің жерлесіміз және Гагарин мектебінен шыққан біз сияқты. Заңғар ағай сізге мұғалімдер сәлем айтып жатыр. 8-9 сыныптан анау линолеумға ақша бермепсіз ғой, сол орынмен берсін деп жатыр. Заңғар аға сен маған ағадыр құрамасы. Let's go. I let go to my eye, I see the red light and I don't slow down. Turn in front of the seat up ahead of someplace unfound that I won't go. Сонымен көреміз, мобилогов қыз мортта. Здравствуйте, друзья! Пришло новое пополнение. Сонымен көреміз, дұрыс мақтанылмайтын бала. Ой, какой красавчик! Мына қыз айтқан. Сонымен тамашалаймыз. 2 метр квадрат үйде тұратын отбасы. Ай балам, орнына жатсай. Жақсы мама, жатам. Сонымен тамашалаймыз. Төреғали Төрәлі сабақта. Балалар, ертең субботник болады, барлығын қалмай келіңдер. Димаш, сен келесің бе? Асылжан, сен ше? Төреғали, осы сен қалмай келші, пожалуйста. Келем ғой апай, келем ғой. Тәуелсіздік еліміздің жері, ұлы дала елі, ұлы дала баласы, ұлы дала жерін сыпыру жөн көрген шығармыз. Западлы емес апай, западлы емес. Келеміз ғой, таңертең мектепті сыпырсақ, әметтегі мектептің ауласын сыпыруға дайын. Сонымен көреміз, Нұрлан имам навигаторда болса. Ого, қапеттің ғой. Разгон страшный ғой. Болды, тұрмыз, айналайын, остановись, беби, тоқта. Let's go. Жігіттер, мына қарасаңдар ағадырдан мықты жігіттер шыққан ғой. Міне, жюрида отқан Заңғар ағамыз шыққан. Самбодан әлем чемпионы Жананет Рахат ағамыз шыққан. Кеше тағы үш. Оларды айтпай қой. Кешегі жағдайға байланысты ауылымыз тыныш, ауылымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Микрорайон Залилия, Гарем автобаза, Эльбо 6-шы қазақ ауылы орталық абайдан қылы және міне 21 танытын бағы. Бәрекелді, әрмен қарай жалғастырайық. Бізде кезекте осы Мартбек Тоқмырза ағамыздың жерлестері, алдыңғы жылғы фестивальдің жеңімпаздары, Қарқаралы ауданы Нұркен ауылы Ахахай командасы қарсы алыңыздар. Осы сәтемізге рахмет, ауылдың вайбын әлемге хит қылған. Ассалаумағалейкум, құрметті қарағандылықтар! Асық ойнап ат мінген, көкпар ойнап жүгірген Мартбек Тоқмырзаның жерлестері Батыр Нұркен Абдыровтың ұрпақтары Ахахай Жайдарман командасын қарсы алыңыздар. Қытай сияқты билей алған екенбіз. Өзіміздікін жібер.
Сонымен тамашалаймыз. Іші әбден пысқан, не істерін білмей жүрген тасбақа. Сонымен тамашалаймыз. Құрбан айтқа сойылмайтынын білген өте арық қой. Сонымен жалғастырамыз. Фантазияларыңызды барынша қосыңыздар. Кабирханның жарысын көріп отырған біздің ауылдың жылқылары. Отылық балды. Қора, айттым ғой саған. Рамзан Қадыровтың тұз атына тиді деп. Сонымен тамашалаймыз. Ауылда мал бағып жүрген жағдайы жоқ шопан бала. Көшкенде жылқайдаймын оу. Ойбай, таспақа құлап қапты оны, көтер жүр. Ассаламуалейкум, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен қойшы бала дени. Бүгін бізде перекус шопанчика чек. Бүгін бізде су. Сонымен тамашалаймыз. Біздің ауылдың балалары алғашқы рет кинотеатрда. Темный ангел. Үріп ауызға салғандай, керемет, ақылды, керемет балалардың қасында мынандай тісі түскен, жүнжіген бала не істеп тұр деп ойламаңыздар. Түрі 97 болғанмен жүрегі 2007. Сырты түтін болса да іші бүтін бола. Жер бар ма махаббаттай өлке кетең, мен сенің күлкіңді де көркем етем. Құдайдан жеткірсің деп ұрыспаймын, Құдай бере салған деп еркелетем. Төменнен терезеңе гүл атамын, шығарамын ғашықтардың шын атағын. Бір сат өтемін тұсам құп көремін, әйтпесе сол сатыдан құлатамын. Ойнап айтам, жаным сені ұнатамын. Мына бала іші қыздан дәмесі бар. Сіздердің алдыларыңызда өнер көрсеткен сатирик патшасы, әзілдердің патшасы, Мартбек Тоқмырзаның інілері. Біз өз ағамызға ризамыз. Сіздердің алдыларыңызда Аққай Жайдарман командасы. Қош, сау болыңыздар. Рахмет, біздермен қарай жалғастырайық. Бізде келесі кезекте ортаға Теміртау қаласынан келген жақсы командаға берсек, алдарыңызда Теміртау қаласы Ғарыш Еркін құрамасы. Қарсы Жігіттер, жалпы Қазақстанның қазір
көп ауылдарында, мынау батыс жақтарда, Ақтөбе қаласында смело жүретін біз ғана ғой жігіттер ше. Жүретін ба, жүзетін ба? Екеуін де істей аламыз ғой. Кеш жарық қарағанда. Құрметті көрермендер, ғарыш құрамасы. Ғарыш. Мынау асық ойнап жатқан балалардың жанына барып, екі асық қарызға сұрап, бүкіл асығына толасың ғой. Сол кездегі сезім ғарыш. Сосын мынау пирамидаға бірінші жоқта келесің ғой. Сенен кейін тіркелгендер соттасып хайвай болып жатады ғой. Сол кездегі сезім ғарыш. Сосын тәуелсіздігін енді алған мемлекетке президент боласың ғой. Заңын өзің жазып білген істейсің ғой. Сол кездегі сезім ғарыш. Теміртау қаласынан келіп тұрмыз. Теміртау. Теміртау. Мынау бассейннің шапкасын киіп шашың басып қалады ғой. Сосын мынау бала кезде кепкамен футбол ойнап жүріп, баспен доп тұрған кезде ана кепканың үстінде домалақ темір басқа батып кетеді ғой. Сол кездегі сезім Теміртау. Сосын мына супермаркетте кассада тұрасың ғой. Мамаңның супермаркетте жүрген кезде кассада тұрған кезде мамашың 3 теңге үшін хайвай шығарып жібереді ғой. Қасында өйтіп, ұялып қаласың ғой көпше. Сосын болды-ау деп супермаркеттен шығып бара жатқан кезде осторожно, воры деген суретте сәл алыстау туысқан бір атаны танып қоясың ғой. Сосын мынау Құдайдың бар екенін дәлелдеуге білімің жетпей, атеистпен қырылып қаласың ғой. Өзің сондай деп қаласың ғой. Жігіттер, кешкі ұйықтап жатыр емше, бастырып қалғансың ғой жігіттер. Мынадан былай біреу басып жатыр ғой. Басып қалғандар біледі ғой қалай басып. Мынадан басып жатыр, шыға алмай жатыр ғой ше. Бастырып жатыр, мен бір тырыстым да, короче, бүйтіп, бірдеңе айналдым да, арқаң бастырып алғансың ғой, короче. Әзі жігіттер, кеше жаман ауырып қалды шынымен ше. Жаман ауырып, температура болып, басым ауырып, сөйтіп температура болдым да, скорыйға звондаймын ғой. Сөйтіп скорыйға звондадым, олар келем дегенше, мен бір жазылуға бір 2 минут қалғанда ма келді кешігіп. Келді да, омен қоймай, аяқ киіммен үйдің төрге шығып кетті. Еще андай пышақпен парайтса болып бөліп жағарсың ішей ма бірдеңе деп кетті ғой. Ұруға кепті да өздері да. Өткенде таяқ жегеннен кейін қояма деп қоймапты ғой. Сосын, неге осы тек шешеңізбен жас адамдарға жанымызда жейді? Ана полды шешеңмен жас адам жуады ғой десе, сәл жаның ашып қалады ғой. 80-дегі әже жуса жандарың ашымай бере сонда. 6 жасар қыз жуса ше. Неге осы Гербалайфты сататын адамдар өздері семіз болып келеді? Өздері сатып жүре бергенше өздері ішіп арықтап алмай ма? Сосын суточный квартиралар бар ғой, хаталарда неге шулауға болмайды? Тыныш отыратын болса, үйде де отыра бермейміз ғой. Киді де кидің, базар. Ендеше құрметті әділғазылар, дайын болыңыздар. Сүңгуге кеттік қой. Сонымен жалғастырамыз достар, алғашқы әзіл өзінің дұрыс жолда екенін түсіндіре алмай жүрген бала. Не деп отырасың ба? Привет деп отыр. Привет деп отыр ма? Мен 5 парызың не деп сұрап отырма десем мен. Жалғастырамыз. Стендап. Араларыңызда 156 баптың 2-ші тармағымен отырғандар бар ма? Вот мелкий хулиганда.
баршамыз Қырғызстанның танымал Пейіш фильмін көріп отырған Қазақстанның әншілері. Осының қазақшасын түсірейікші. Жалғастырамыз барлығымыздың кемшілігімізді еске алатын дәл осындай туысқан әпкелеріміз болатын. Қалай қасаға түсіріп Eno bayağı diyas mı? Bu jüritin boğan mı ne bu? Sosunda құрметті көрермендер, сөз соңында. Мына біздің сәлемдесуімізді командалардың ойынын видеоға түсіріп, телеграмма салып 500 теңгеге сатудың қажет жоқ. Біздің де еңбегімізді бағалаңыздар. Тегін берсең де амайды ғой сен. Қинап та көрсете алмайсыз ғой. Қинап аяқ қолын байлап көрсеткеннің өзінде көзін жұмып отырады ғой. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Теміртау қаласы ғарыш құрамасы рахмет Қарағанды. Бәрекелді, өте тамаша команда. Ғарыш құрамасы, қошеметтеріңіз. Әрмен жалғастырайық, ортада Қарағанды банк колледжі қызық болсын командасы. Қарсы алыңыздар. 20:31. Прибыл Годжо Сатору. Жайдарман, фестиваль, жымаясың сен неге? Жүргізуші Еркебұлан ағамыз. Еркебұлан ағамыз мықты адам екен деді. Кеше мен массажға барды ғой, қыздармен таныстырды. Қыздар кәдімгідей қонақжай екен, асты үстімізге түсіп қарсы алды ғой кәдімгідей. Сәлем түркіс. Жігіттер, алдары бар емес па? Кәдімгідей ойынға құмар жігіттей, датауы ойын ішінде өмір сүреді. Дұрыс айтады. Алдын жолы бар ғой, бір ойын жазып алдым. Сосын ойнап отырдым да гол тықтым. Гол тықтым да сосын үйге қайттым, ұқтым, үйге қайттым сосын. Үйге барсам, әйелім шай дастархан жасап, стол дайындап қойып отыр екен. Одан кейін стол шайым ішіп алдым да төсекке барсам, артынан әйелім келіп намек ұстап қоймайды. Қой айналайын деп ұйықтап қойып едім. Таңертең тұрамын, көзімді ашамын, әйелім жоқ. Киімдерін жинап төргеніне қайтып кетті оны. Енді 2000 теңге данатсап әйелді қайтарып алып кетті. Жігіттер, мынау бар ғой, бүгін ойында бізге қалайда болсын бірінші орында алу керек. Неге? Жаңа Еркебұлан ағам сахнаның артында айтқан кезде болған жоқсыңдар ма не? Айтты ғой, сынбаңдар, до конца ойнаңдар, до конца қызық болсын, болмасын ойнап беріңдер деп. Жігіттер, не болса да осы ойында ұтып алу керек. Себебі біз ата-анамыздың үмітін ақтау керекпіз. Міне, қазақшаға тіл келмейтін стройщик бала дұрыс айтады. Мына жерде ақтау керек. Обойларда что-то өні кетіп тұр, обойды ауыстыру керек. Бұлай потолокқа, начисной потолок тартсақ, жерге ламинат төсейміз бе деп отыр. Естейміз, ұтамыз ба әлде сен не бар? Ремонт жасап кетейік. Жігіттер, естідіңдер ма? Коронавирус дейтін індет бар ғой, Қазақстанға тағы да келіпті ғой. Неме Қытайлардың қайттан банан жегендерін басып отыр ма? Жоқ, просто жоғардағы ағалардың іші пысып жатыр ғой. Жігіттер, естідіңдер ма? Елтаңбаны ауыстыруға ұсынысты білдіріп. Тема, біздің елде ешекені ауыстырмайды, тек бетіп орын-орындармен ауыстырып береді ғой бізді. Ендеше құлап түсті шырмауық, бірдеке кетті! Өте мақтаншақ әкім. Құрметті ауылдастар, көріп тұрғандарыңыздай үстімен теріске көше сатып алдым. Мынау зағып. Кезінде вахтерша болып жұмыс істеген әкім.
Әкім мырза, анау ауылымызда су жоқ, газ жоқ, свет жоқ. Оны қойшы, екінші аяқ киімдерін бересіңдер. Аналарымыз кезінде дүкенге жібергенде осындай жағдайлар болып тұрады. Так, 1 килограмм картошка, 1 литр сүт, 1 нан. Так, қалай еттім? 1 килограмм сүт, 2 литр картошка, 7 нан. Саламат сапақаңызға. Саламат. Наумаған бар ғой, 2 килограмм сүт, 7 литр картошка, 18 нан бересіңіз. 2300 теңге болады. Мә, апа, өй не болып қалды? Ақшамды ұмытып кеттім. Сөзі өтпейтін асаба тойда. Алына құрмет тойға жиналған тойшыл қауым. Мынау 1 сағатқа жалғасқан антуражымыз аяқталды. Өзіміздің құтты орындарымызға жайғасайық. Жайғасам екен. Жайғасыңыздар. Болмаса антурактағы 1 сағатқа жалғасады. Өте ақ көңіл сатушы. Саған сообщение, маған огурцы, помидор сал жібересің. Қанша болды? Білмеймін енді, бұйырған бере берсең. Құрметті көрермендер, жігіттер, біздің колледж бар ғой, шіркін прекрасный ғой, сайт десен, сайт жоқ бірақ бізде. Студия десен, студия бар. Камера десен, камера бар. Барлық шүкір. Енді соны іске асыратын бір сайт болса, сахнада өнер көрсеткен қызық болсын. Рахмет. Рахмет, қызық болсын. Әрмәуре жалғастырайық, келесі шығатын былтырғы жылға Марпек Тоқмырза естелік кубогын иегерлері Қарағанды жоғары политехникалық колледжі құрдастар командасы. Қарсы алыңыздар. Марпек Тоқмырзаның облыстық жымиясын сенеге атты әзіркештен фестиваль байқауының қорытындысы бойынша кубок жоғары политехникалық колледжінің құрдастар командасына табысталды. Өткен жылғы титулды қорғап қалуға келді. Қайырлы күн Қарағанды! Досым, осы жақында армиядан келдім ғой. Сол жақта бір старшина тұрады. Енді сендердің әкелеріңді, шешелеріңді менмін дейді ғой. Не, ЛГБТ войскада слушать кезің ба? Досым, естің ба? Осы Қазақстан кейбір өңірлері су басып жатыр да, сол өңірдің акиматы сол суға мән бермей жатыр екен. Дұрыс қой, қазір су жаңа Қазақстан емес па? Ол қоя емес, бүгін әзіл фестивальда. Бүгін ойын жүргізушісі кім? Еркелон аға ғой. Кім ол Еркелон аға? Еркөтік ше? Еркөтік? Еркөтік, наркөтік дейді қойшы. Досым, сен үйленбедің бе? Үйлендім, сол кеше бірінші рет әйелімен душқа түстім. Жөн қалай болды? Нормально, душевный әңгіме қой. Қойсай? Бәрін қоя берш. Кеше қуанышым қоймас деп айтаршы, кеше ЦУМға барып новыйдан iPhone 14 сатып аламын ба? Oppo емес, iPhone 14. Саған билігінің айт, вайт-пин Сені күттеңін алсын бақайт-пин Осының бәріне демеші әттен Мен сөзіңді қалай жүрсің Сонымен тамашылаймыз. Фигурасынан ат қызбен жүретін жігіт. Атқа уақытқа сұрамайсыңдар жігіттер. Ол мен сен қарасаң сауық қыл бәші. Жалғастырамыз. Елестетейік,
Рекетир фильміндегі Саянның орнында эскорт етсе болса. Это еще какая работа, чтобы днями и ночами пропадать, а? Папа, жұмыс қойды сондай. Ты не трудовую книжку покажи. Бұндай да болады екен. Өте қарапайым адвокат. Сен қорғап атқан адамың кінәлі. Бәріміз пендеміз ғой, кінәлі адам болмайды ғой. Сонымен тамашалаймыз. Миы ашып жүрген бала. Братан, нағырыз. Жартысы. Сонымен тамашалаймыз. Мес сериалынан алынып тасталған кадр. Ерготик, наркотикті қосты. Барыңыз білетіндей кезінде халықты мұңын домбырамен жеткізетін болған. Бірақ соның орнында саксофон болса қалай екен. Далтақсың, далтың болса ай. Не дейді? Қайталаш. Асығып келем вокзал. Сол. Рахмет. Сөз соңында алдарыңызда өнерлескен құрдастар жайдарман тобы. Біз Еркотикпен біргеміз. Ал наркотик харам. Бәрекелді, рахмет. Алайда келесі кезекте академик Евгений Арыстанұлы Бөкенов атындағы Қарағанды университеті нектар құрамасы. Қарсы алыңыздар. I'm a scat man. Алло, я. Телефон. Сахна, кәс. Болды, айтам. Сәлем айтсын. Сәлем Қарағанды. Алдында деймін да жігіттер бір қызық болды. Мен бір класстасым қателесіп, қарғуға түсем деп Гарвардқа түсіп кетті ғой. Ол мирас қателік емес, ол Құдайдың берген сыйы ғой. Мен бір досым Оксфордқа түсем деп, Қарағанды Коперна түсіп қалды. Вот, осы Құдайдың берген сынағы. Мына жігіттер естідіңдер ма? Қазақтың аты Дубайшы болып кепті ғой. Кім? Жанар Дугалова ма? Кабир қандайдан? Бұлай қарап тұрсаңдар екеуі де ат қой жалпы. Жігіттер, маған түсінбедім. Қараңдаршы, насыбайға запрет берді. Түкіруге запрет берді. Су ішуге запрет берді сапты. Қумай оны ораза дейді. Алдында бір ақша шешуге барайын ба? Қарасам, жаңа купюралардың бетіне жануарлардың суретін салып тастапты. Енді қараңдаршы жігіттер, анау қызыл кітапқа сыймаған жануарлардың барлығын енді қағаздың бетіне шығарып жіберген. Мирасе, ну әзір қымбат болды сен не? Қымбат дейтіндей, Яндекс таксидің жаңбыр кезіндегі мен бағасы емеспін. Мирасе, болды самырсақта шайып кеттің сен. Шайып кеттің дейтіндей, мен саған ауылдық жерлердегі тасып атқан суымын ба не? Мынадай бізге орын бермей қалады қазір. Орын бермейтін деймін. Қазір автобустағы жастар ма екен олар? Болмай қалды, арзан әңгіме болып кетті. Арзан дейтіндей, мен Еркотик ағаның тойдағы гонорар емес. Ендеше ойынымыздың басын Еркотик ағамыздың гонорарын алмаған сөз кетті. 200 теңге қайда? Сонымен көреміз, Шыңғыс ханның 500 әйелінде WhatsApp чат болса. Қыздар, Чина кімнейді айтып жүріңіз, пожалуйста.
барлығымыз білетін саяхатшы Дара мультфильмдегі Дара сәл ұятсыздау болса. Алаяқ ұрлаш мені, алаяқ ұрлаш! Елестетіп көрейік, Шыңғысхан блогер болса. Құрметті Шыңғысхандар. Біздің отырар за 6 месяцев челленджіміз сәтті аяқталды. Осыған орай мен өзімнің бөрте хатымды ойнатпақшымын. Ол конкурсқа қатысу үшін мен подписки бөлімдегі 500 хатыма тіркеліңіздер. Жақында президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев насыбайды атуға және де сатуға запрет қойған болатын. Сонымен көрейік, Өзбекстан президенті өз халқының алдында. Атам десеңдер атыңдар! Құрметті көрермендер, бұндай да болады екен. Дым балалығы қалмаған тергеуші. Қазір сендер мойындамасаңдар сендер бөжеге беремін. Counter-Strike ойнап жатқан имам. Тырыс, ой, құдай сақтасын. Көреміз, қазақ зияларының барлығы бір мектепте оқыса қалай болар еді? Сіз қай сабақтан бересіз? Әдебиет. Сіз қай сабақтан бересіз? Сіз қай сабақтан бересіз? Әдебиет. Біреуін дұршыдан берсін үшін ау Рахмет, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен құрамында бірде-бір газировкасы жоқ нектар солнечный. Рахмет Қарағанды. Соңында тек қана сыйластық қана қалған бір-бірімізге. Басым басыма болсын Бәрекелді, рахмет. Енді келесі кезекте академик Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің екінші командасына кезек береміз. Ортада тәжірибелі топ Бесарыс құрамасы. Қарсы алыңыздар. Жігіттер, деңгейіміз өсті уже Венецияға жайдарман ойнауға келдік. Қайдағы Венеция, Қазақстан ғой? Бір-екі күн шыдасайшы, Венеция боламыз. Қайырлы кеш Қарағанды! Қараңдаршы, керемет ойын болып жатыр. Мартбек Тоғымырзаға арналған фестиваль, керемет зал ойын. Одан да керемет айтайын ба? Бүгінгі ойынды алсақ, бізге 100 мың береді екен. Оғам, құлақтап түйірке жүрмесін е? Ол ойынымен егер шынымен ұлсақ не істейміз оны? Онда бірден қайға алайық. Неге? Алдында бірден өкітсіп, айын жігітті сондайға. Оны ойындашы, қараңдаршы залын қатты көп емес жарайды. Бірақ қараңдаршы жюри деген отыр. Қараңдар, міне отырып келді. Ернат Аудай ағамыз келді. Соңғы кезде бізді жақсы көріп жанкүйер болып жүр. Бұл кісі білсеңдер Қарағанды Жайдарман филиалының президенті. Ол президент деген негізі футболға жанкүйер болу керек қой. Білмеймін ғой, футболдан түкшіп қаласың көңілге алыпты ғой. Жаңа футбол деп атсыңдар ғой. Біздің ұлттық құрамыз қатысқан турнир бар ғой, Евро. Сол негізі Евро десе күшті болушы еді. Неге Евро? Қазақтар ақша десе, айырамыз ғой. Жігіттер, мен мұны автобуста жұмыс жасаймын ғой. Сол даймондардан 1 мамырдан бастап жол ақысы 100 теңгеге өседі. Онда жол ақысын көтерсе де автобусында жүретін уақытын ұзартатын шығар еді? Ол жағын білмейме жігіттер, бірақ контролердің тілі явно зарады тағы да. Жігіттер, түрлі кинолар шығып жатыр ғой. Кеше бір Пейш деген киноға бардым. Жай орын ба? Жай таксимен бардым. Сол Пейш деген киноға бардым. Сұмдық кино енді. Бүкіл елдер даватта іштеңе маршрут, көлікке отырмай, жалаң аяқпен кәдімгі табан ойнап. Табандылыға мынау. Жігіттер, мен мұны автобуста жұмыс жасағаннан бөлек еще футболист болып футбол ойнаймын. Біраз айтсың ғой.
Иә. Сол футбол туралы бір жаңалық айтайын енді. Мына біздің Бахтияр Зайнудинов Бешикташ клубының черный списогына кіріп кетіпті. Қазақтарды айтамыз, списоктан бас көтермей қойдық, а? Неге мәз өттіңдер, рейтингқа қарадыңдар ма? Мынау ажырасу бойынша Қазақстан әлемде 2-ші орында тұр. Хотя бір жерде алда екенбіз ғой, а? Матбек Тоқмырзаның өзі білім берген Букетовтан келген Бесарыс құрамасы келді. Тағы да қайырлы достар, сонымен көреміз наркология бөлімінде болған концерт. Егілме жаным, егілме. Достар, елестетіп көрейік, тісі қисық қыз неке қою рәсімінде. Ал енді қызым, мақырге не сұрайсың? Брекет сұрайын, брекет. Достар, елестетіп көрейік, біздің фантазия. Мемлекеттер бір группада оқыса қалай болады екен? Мемлекеттер бірден үй тапсырмасындағы балдардан бастайын. Грекия, Қазақстан бар ма? Бар. Грекия саған 5, Қазақстан саған 0. Неге апай? Дұрыста ойнау керек, қазір шашындар. Россия, Украина төбелес өрмендерші. Давай, істеп тастайық. Ақш шағыстырма. Осы ақш шағыстырып та құртады бәрін. Кім қайда? Бәрін Өзбекстанға ақша жинап беріңдер. Не істейін? Классқа ремонт істейміз. Так. Ана кім жалғыз өсіп тұрған? Солтүстік Корея ғой бұл? Корея қосылып тұрса, араласып кішкен, былай. Монголия қайда? Апай ол бүгінгі сабаққа ұқтап қалды. Ой, моңғол ол уже. Апай, мен Грузиядан кете берсем бола ма? Неге Қазақстан? Грузиядан машина әкелу керек еді. Сендер де Грузиядан машина әкелу бересіңдер. Бармайсың, загран жоқсың, отыршы. Апай, онда мен Индияның қасында отпаймын. Не ол? Үстіне бір түрлі иіс шығаппын. Сен мазастанып кеттің ғой, жарып тұршы. Апай айтпақшы, кеше қонақ шақырдыңыз ғой? Неге Индияға шақырмадыңыз? Сиырдың етін жетіп қойды, олар болмайды ғой. Кім бар? Қытай бар ма? Бар ғой апай. Молодец, барасың, анайсың, күштен айтасың, ана керемет. Апай, бұл Қытай деген тиктокер емес, бұл кәдімгі Қытай мемлекеті ол. Иесің бе сен? Жоржыны сомын, жарық жұлдыз. Жұмақтан келгенде жантүмірге жеткілікті қуаныш сеніменен жарты сағат серуенде пай қуыра бер күміс саусағай шын бізге ештеңе керек емес. Бүгінгі ойыннан жүлде де жеңіс те маңызды емес. Бізге ең қымбаттысы мына отырған көрерменнің ыстық ықыласы. Ол ыстық ықылас қанша адам болып отыр екен? 100 теңге тұратын шығар. Жігіттер, бізге расымен керек емес. Қалай керек емес? Керек қой бізге. Мұқтажбыз ғой біз оған. Жақында намаз қоймаймыз ба? Жігіттер, біз оны олай тікелей сұрамайық. Егер біз ол жеңіске лайық болсақ, мынау көрерменнің әділқазы алқасы өз жырақ бізге береді. Абай атамыз не деп еді? Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуреде де ішіне қолық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар. Ақылың мен еңбегін екі жақтап. Рахмет достар, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен шынайы еңбекпен шынайы нәтижеге жеткісі келетін Бесарыс құрамасы. Рахмет. Келді. Ал енді құрметті қазылар құрамы орасан уақыт келген екен. Аузымызды ашып алайық. Содан кейін 2 команда қалды, соны көріп бірге жалғастырсақ. Қыздар қайда? Қыздар қайда? Так, мына жақта. Таңғалмаңыз, мен жек қайтамыз. Отставкада мен жаңа